Жарқыным-ау, адам сияқты отырып, шайыңды ішсеңші. Не пәле мынау, қабағыңнан қар жауып, жауатын бұлттай түнеріп жүрсің мынау. Ауырып жүрген болсаң оны айт, қаратайық, емдетейік. Сенің осылай жүрсіңнен үйдің берекеті кетті ғой, деп жұпар шыр-пыр болып күйеуімен сөйлесіп отыр. Ауру түгімде жоқ, неменеге қаралап неден емделуім керек? Жай тек көңіл күйім жоқ, ештеңе жақпайды. Сенің менен басқа проблемаң жоқ па? Баш, шаруаларыңды жасаш. Ішің пысып отырса, бар ана келінге көмектес. Дек, Құдай үшін мені мыжымаш деп, асын шала қайырып, Досан бөлместен кетті. Әй, сорлау, сенің көз алдымда семіп сөніп бара жатқаныңды көре тұра мен қалай тыныш асу ішем? Құдай қосқан жарым, балаларымның әкесі емессің бе? Шығарда жанымыз бөлектеп неке қидырдық емес пе? Жарқыным-ау, ең болмаса не қалайсың соны айтшы. Шипажайға барып келдің, теңіз дедің, оған бардың. 2 айдан асты ғой сенің не қалайтыныңды білмей діңкеміз құрғанына. Атырауға барып келдің де қабағыңа қар жапсырып, көкірегіңе мұң жапсырып, өзіңнен өзің тұйықталып қалдың ғой. Не болғанын айтып өлтірсеңші, не болды? Бала мен келін жүр, папаға не болды деп, жалғыз сүйір қызың жүр, барған жерінде сені уайымдап. Не істейміз енді, а? Деп айтып үлгеріп жатқан әйеліне Досан. Тыныштық, деп бөлмесіне кіріп, іштен жауып алды. Иә, Досан 6 ай бұрын жұмысынан шаршағаннан байқағасын жұмыс беруші компаниясымен келісіп, 5-50 бағдарламасымен жұмысынан кеткен еді. Алғашқы 4 айда ешқандай өзгеріс бола қойған жоқ. Тек соңғы 2 айдан көңілі бұлттанып, жан дүниесін белгісіздік, түпсіз терең тұңғиық тартып кеткендей болып жүр. Ештеңе жақпайды, өмірдің мәнісі қалмағандай, сұрқайы сұп-сұр дүние. Көңілі селт етер ме, деп ұлы көлігін жаңалап берді. Ол да қуантпады. Сарыағашқа шипажайға барып келді. Ол да бұның табан астында жатқан көңілін көтере алмады. Әйелі психологтармен кеңесіп көріп еді. Организм тек физически емес, моральны да шаршайды. Менің курстарыма жазылса, өмір сүйгіштігін, өмірге деген құлшынысын қайтарам. Жаңа бағыт көрсетем. Қолтығынан қанат байлап берем. Көкірегіне тірліктің тынысын егем деп, миын ашта бастап еді. Қоя ғой қарағым, менің күйеуім боқтап жіберер деп шыға жөнелген. Әңгіме дүкен құрайық келсейші дегесін, келіннің төркіні құдасына барды. Екеулеп әңгімелесіп отырып, бір шише арақ ішейік деп ішіп бастағаннан екінші рөмкеден бұл қылжиып ұйықтап қалды. Құдалардың да қойған диагнозы шаршаған. Содан бері ешкімді көргісі жоқ, өзімен өзі. Досан мен Жұпардың 2 ұл, 1 қызы бар. Ұлдың 2-еуі де үйленген. Олардан 5 ұл немере, 3 қыз немере сүйіп отыр. Қыз тұрмыста, оның да 3 баласы бар. 4-шіге аяғы ауыр. Үлкен ұлы Әбілқайыр мен келіні Назерке бөлек отау. Отаулары көрші болғасын ата-ене үйімен мидай араласып жатыр. Үлкен немерелері осы ата-әжелерінің үйінде қонып жата береді. Кемпір шалдың қолында кіші ұлы Абылай мен Гүлжанаттың 2 қыз, 1 ұлдары бар. Бұйырса, биыл маманың қолынан тағы боққа бұлғаймыз деп, жымың-жымың етіп күлісіп қояды. Үлкен аулада кішігірім ауыл болып тұрып жатқан берекелі отбасы. Досаның жасы 56-да. Жұпардан бақандай 4 жас үлкен. 90-шы жылдарда бас қосқан екеуі біраз қиыншылықтарды бастан кешкен. Басты қиыншылық үйленгенсін 2 айдан соң Досаның аяғасты ішіп кетуіне болды. Тірлігінде мінезі ауыр Досан ішіп алса қорқынышты еді. Бірақ тентекшілік жасап, біреудің мұрын бұзып, жағасын жыртқан емес. Жұпар өзінің сабырлы, ақылды, парасатымен одан да айықтырды. Бұған не болды енді, не істейміз? Әлде жұмыстан шығарып алғанымыз қате болды ма? Еркек адам бұлай жатып қалса, бір күні жарылады немесе ішіп кетеді. Ойлан Жұпар,
ойлан, 33 жылдық отбасылық өмірді, соншама қиындықпен құрылған әулетіңді осылай қолдан қопыратып аласың ба? Жоқ, олай болмайды. Ойлан, Жұпар, ойлан, деп басы қатып отырған Жұпарға кішкентай немерелерінің бірі: әже, сізді атам шақырып жатыр дегенде, әуелі өз құлағына өз сенбеді. Бірақ сол заматта қанша кекселенген әйел десе де орнынан ұшып тұрды. Жылдан басып күйеуі жатқан бөлмеге өтті. Жұпар келгенде шалқалап ойға батып жатқан Досан тікейіп көпшігін арқасына тіреп, екі аяғын алға созып отырды. Жұпар, келші сөйлесейік деген сөзімен әйелін шошытып жіберді. Тыныштық па, жаным? Ауырып отырсың ба? Қан қысымыңды өлшетесің бе? Деп шұбыртып бара жатыр еді. Тоқташы, зуылдамай, ауырып отқан жоқпын. Бір нәрсе айтуым керек. Отырша, деп Досан тоқтатып алды. Мына жерге жақын отыр. Әбден тыңдап ал, сөзімді бөлмей тыңда. Айтарыңды сосын айтарсың, деп әбден жайғастырып отырғызды да сөзін бастады. Есіңде ме? Біздің мектепте сенен 4-ші класс жоғары оқыған Зоя деген қыз болып еді ғой. Қоңырқай шашы бар, ашаң жүзді, орта бойлы, ылғи күліп жүретін жайдары жүзді деп жатқанды. Иә, есімде, сенің маған дейінгі махаббатың. Бірақ сен әскерден келем дегенше Ақтөбе жағына күйеуге шығып кеткен, деп шыдамсыздыққа салған Жұпар киіп кетті. Досан көзін аларта бір қарады да: міне, мен осыдан 2 ай бұрын Атырауға Ержан құрдастың үйіне барғанымда кешкісін, Ержан екеуміз дүкенге барғанымызда сол Зояны көрдім. Анығырақ айтсам, сол жерде таныған жоқпын, тек жүзі өте таныс. Үстінде 40 шоқпыт киім, әбден қартайып әжім басқан ауру меңдеген кемпір көрдім. Бұлайша айтқанда кәдімгі бомж. Содан сол кемпір есімнен шықпады. Үйге келіп Ержанның анықтап сұрағанын да сол Зоя екенін білдім. Дүкеншінің ауласындағы уақытша сарайшығында тұрады екен. Мен шыдамай Ержанды ертіп сол сарайшыққа бардым. Зоя мен дүкенде танып қалған екен, бірақ онысын білдіргісі келмеген. Бір жағынан менің қымбат киіммен жүргенімді көріп қорсынған шығар. Әйтсе де есігін ашып кіріп барғанда еңіреп жылап құшақтай алды. Өксігін баса алмай ұзақ жылап: кешір, сенің назарыңа қалдым, білем. Менің күйеуге шыққаннан кейінгі өмірім тозақ болды. Сені күтпей тастап, тиген күйеумен 3 жыл ақ өмір сүрдік. Аяқ астынан жүрегі тоқтап қалды. Марқұм одан жалғыз бір ұл қалған. Соны жетістірем деп жүріп саудаға шықтым. Өзің білесің, менің әкем жалғыз ілікті болды. Өмірге 3 қыз әкелген, содан жалғыз ұлға зар болып көз жұмды. Анама салмақ болмайын деп өз күнімді өзім көрдім. Сауда жасап жүріп алаяқтарға жем болдым. Қарызға белшемнен баттым. Қарыз алған саудагерлерім ұрып соғып, бар құжатымды жоқ қылып, соңында бір мал бағатын ауылға келіп тастаған. Баламды іздеп тауып, уақытша куәлік шығартып, барар жерім болмағасын сол мал бағатын ауылда қала бердім. Ұлым 16-ға келгенде қалаға колледжге жіберіп оқыттым. Өзім осы мал ауылдың барлас тірлігін жасадым. Сөйтіп жүргенде денсаулығым сыр бере бастады. Оны емдетуге, дәрігерге қаралуға құжат жоқ, ақша тағы жоқ. Азынаулық тапқан тиын тебенді ұлдың аузына тостым. Сөйтіп жүрген ұлым өзі сияқты жетім қызбен көңіл қосып, жүкті қылып қойған екен. Құдай тағала бір немере сыйлап қуантты. Иә, той жасап, ырым кәде дегендер болған жоқ. Ұлым мен келін қалада пәтер жалдап тұрып қалды. Мен сол мал ауылда жүрдім. Борбай етіп борша, арқа етім аша болып, ауырып сүйретіле жүріп, нәпақамды айырдым. Құдай бір айналдырса шыр айналдырады деген, балам мен келінім авариядан бір күнде көз жұмды. Жұмыс бабымен бір жерге барамыз деп таксиге отырған екен. Қатты келе жатқан жүк көлігінің астына кіріп кеткен.
Періштесі қаққан шығар. Төменгі орындықтар арасында қалған немерем тірі қалыпты. Әркімнің аяғына жығылып жүріп, немеремді әрең өзіме алып қалдым. Малауылдың тынымсыз ауыр жұмысына жарамағасын қайыр сұрап күн көру үшін қалаға келдім. Бағанағы дүкеннің барлас жұмысын мен жасаймын. Бос кезімде мешіт дүкендер аралап қайыр сұраймын. Мына сарай сол қожайынның сарайы. Жөндеу көрмеген алқам-салқам бір нәрселер. Қыста осылай немеремді құшақтап жылытып жатам. Қожайын итіне тамақ берерде жартысын бізге береді. Көңілі тоқ болса, мерзімі өткен сок йогурттар алуға рұқсат береді. Кейде немерем жылағанда дүкеннен қарызға тәтті конфет шоколад алып берем. Соңғы кезде қожайын оны беруді де қойды. Мен ойлайым, осының бәрін Құдай маған сенің назарыңа қалғаным үшін жіберген шығар деп. Досан, Құдай үшін, Алланың разылығы үшін кешірдің деші. Мына күнәсі жоқ немеремді аясаң, кешірдің деші деп құшақтап жабысты. Міне, жұпар, мені іштен жеп бара жатқан осы жағдай. Иә, қарғадым да, боқтадым да, барып быт-шыт қылып бауыздап тастағым да келген. Қатты ашуландым. Бірақ уақыт өте бәрін ұмыттым. Сен ұмыттырдың. Мен сол жерде кешірдім. Өткен іс өтті. Менің отбасым бар. Құдайға шүкір, бәрі жақсы менде. Құдай алдыңда кешірдім деп көңілін жайлаған болдым. Сонда да менің көңіліме бір нәрсе жетпей тұр. Білмеймін. Бір кездері қор болып өлгенін қалаған адам анандай күйде кездескенде шок болдым. Ештеңе түсінбей қалдым. Басым жетер емес. Артық ренжимін деп сол адамның өмірін талқан қылдым ба деп те ойланам. Білмеймін. Басым қатты деп Досан әйелінің алдында басын салбыратып отырып қалды. Аз кем үнсіздіктен соң жұпар күйеуіне қарап, «Иә, білем, шет жағасын сезетін едім. Алғашқы үйленген жылдары ішіп келгеніңде түнімен тісіңді қайрап, атын айтып боқтанып шығатынсың. Не істер екен? Сол үшеумен кетер ме екенсің деп ойлаушы едім. Еркек ер азамат деп етегінен ұстағаным езіліп кете ме? Үмітім ақталмай қалама деген қорқынышта болған. Бірақ Құдайдың көзі дұрыс болып, тез жинақталдың, есіңді жоғалтпадың. Соныңа ризамын. Жұрттан оздырмассың, соңында қалдырмадың. Кімнің әйелі дегенде, Досанның әйелі деп тік жүруге жағдай жасадың. Шүкірмін, мың шүкірмін. Осы күніме Аллаға мыңда бір шүкіршілік, деп күйеуіне риза кейіпмен қарады. Ізінше телефонын қолына алып біреуге соқты. Досан сұралы жүзбен қарап, кімге соғып жатсың дегендей қылып, иек қағып еді. Бұл жай ғана қабағын қозғады. Алло, Ержан, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Бала шаға сау ма? Назымгүл қалай? Кішкентай немерең тәй-тәйлат, ойы бар ма? Шүкір, жақсымыз, аманшылық не ғо? Ереке, сенің көшеңде дүкеншінің сарайында біздің Досанның таныс әйел тұрады екен. Сол әйел бар ма екен, біліп беш? Кеше көрдім дейсің бе? Анық па? Жақсы болды ғой. Ал онда ше, бұлай қылы кешке барамыз. Сазаның да асып дайындай бер. Ауылға беріп жіберетініңді мұзға қатыра бер. Назымгүлге айтарсың, тазалап тұздап морозильникке салып қойсын. Мен ондайды келістірмеймін. Менің қолымнан қазы тығу келет. Содан ала барармын. Иә, сөйтерсің, жақсы, көріскенше. Біз қазір жарты сағаттан шығамыз деп Досанды таң тамаша қылды. Ержан, Назымгүл дегендер Досанның Атыраудағы достары. Бұлар тонның ішкі бауындай араласып кеткен не бір заман өткен. Енді мына жұпардың аяқ асты барамыз дегені, олар бұлай тұрсын қасында отқан Досанның өз таң қалдырды. Аң-таң болып отырған Досанға жауап берместен бұрын үлкен ұлына телефон соққан жұпар. Балам, амансыңдар ма? Бүгін неге соқпап па едің? Қой, аманшылық. Жетілігің жүріп тұр ма? Жақсы болған екен. Сен былай қыл.
Әкең екеумізді Атырауға апарып кетші. Ержан папаң үлкен сазан ұстаған екен. Соның басын асып жатырмын, соған келің деп жатыр. Иә, келіндерді сыбағасыз қалдыратын ба еді? Бар ғой, Атырауға барып балға алмай келген күніміз бар ма? Жеміс жидек дейсің бе? Иә, алсаң ала салшы. Мен сұр қазыларымды реттеп қарайын. Ал білмеймін балам. Шомласың ба, үлгересің бе білмеймін, оны әкең шешер. Шаруамыз тығыздау болмаса көрерсің. Иә, жылдамдат, енді 20 минуттан шығып кетейік, күн бата жетерміз. Алла жол берсе деп Досанға қарап. Досеке, сыртыңнан шешім қабылдап отырғаныма ренжіме. Бірақ мен отағасымды мазасыздықтан, отбасымды берекетсіздіктен құтқару үшін осы қадамға барып отырмын. Сенің көкірегіңдегі ауыр жүкті алып тастау үшін ана елді мына біздің жазғы үйге орналастырамыз. Ана немересін өз қолы өз аузына жеткенше қамқорлыққа аламыз. Біздің балалармен араласып, тумасындай болып өссін. Тіпті сенің танысың болмаған күнде де бір адамға көмектесіп, отбасы болуға септігіміз тисе, ол да үлкен сауап. Жұрт не дейді, ағайын не айтады дегеннің ойыңда сезіп отырмын. Оған да бірдеңе табармыз. Ол әйел ол жақта өліп қалса да сенің көкейіңде менің қарғысым тиді ме деген күдік тұрады. Сондықтан екеумізге міндет ана немересін бағып қағуға көмектесіп, жетілдіріп, үйлендіріп, үй қылып шығару. Сен бару бармауды өзің шеш. Ал мен мына жағдайды естіп отырып, шоқ бәлем шоқ дегендей отырып қалсам, әйел, ана деген атыма сын. Сондықтан барып киінейін. Қазір бала келеді. Кетеміз дегенде аң-таң болып отырған Досан артық сөз айтпастан тұрып жолға дайындалады. Жарты сағат өтпестен жұпардың жетілік дейтін Сиена атты 7-8 адамдық автокөлік есік алдында тұрды. Жол бойы болашақ көршілері туралы әңгімелесіп, жасалар істері де ақылдасып келген бұлар ақшам уақытында Атырауға Ержан құрдастарының үйіне жетті. Әдеттегідей Ержан мен Назымгүл құшақ жая қарсы алысып, бала-шағасымен мәре-сәре болып қарсы алды. Бұлар ас ішіп болғанша қас қарайып кетті. Содан Ержан, Назымгүл, Досан, Жұпар төртеу қалып өзара ақылдасты. Себебі бұлар барғаннан дүкеннің қожайыны бұларға Зояны ертіп жібермейді. Түрлі сылтау айтып, Зояның құжаттарын бермеуге тырысады. Тегін сұрауы жоқ, күңнің айрылғысы келмей қожайын бұлтаққа салу мүмкін. Үстіне Зояның құжаты сонда. Соны есепке алып, бұлар ертесі жарық түскесін дүкен ашпастан бұрын ауласында келісіп алмақ болды. Бір көшенің бойында тұратын дүкеншінің үйіне Досан, Жұпар, Ержан мен Ержанның немере інісі Әділет болып барды. Бас кезінде бұларды Зояның туыстары екен деп қалған қожайын кейін бұлардың жай достарымыз дегеніне түрлі айла жасай бастады. Зояның қарызы көп. Осы уақытқа дейін асырап баққанын айтып, құжаттарының өзінде жоқ екенін айтып бұлтақтап бастады. Ержанның немере інісі қожайынды қолтықтап, былайрақ апарып, әлдебір корочка көрсетіп еді. Қожайынның түрі өзгеріп, бет-аузы әлем топырақ болып, дәретін жіберіп қойған адамдай састы. Бұл мезгілде қалған үшеуі сарайшыққа барып, Зояның атын атап дауыс берді. Іштен ешкім жауап бермегесін, бұлар есігі кілттенбейтін сарайшықтың ішіне енгенді. Ішке кіргендегі көрініс адам шошырлық еді. Шашылған ескі құсқы дүние арасында төселген кардон қағаздардың үстінде неше түрлі шоқпыт арасында Зоя жатса, оның бел тұсында көздері үрейге толы, бетінің кірі көз жасынан айғыздалып кеткен 5-6 жасар бала отыр. Оқыста кіріп келген бұларды көргенде әуелгісінде үрей рефлексімен орнынан атылып тұрған Зоя не болғанын түсіне алмай тұрды. Сәл есін жинағансын, немересін құшағын алып, егіліп жылап отырып кетті. Зоя ауырып қалған екен. Сен жұмыс істемеу үшін өтірік ауырып жатырсың деп ұрып соққан.
Қожайын біреуге бірдеңе десе, мына жетімді құртам, жетімдер үйіне тапсырып жіберем деп қорқытқасын, амалсыздықтан сарайшықтан шығуға қорқып отыр екен. Зоя, тұр, біз сені алып кетуге келдік. Болды, бұдан былай саған ешкім күш көрсете алмайды. Сен енді жалғыз емессің. Мынау менің әйелім Шұпар, ал мына кісі менің құрдасым, досым Ержан. Сен оны танисың. Біз Шұпар екеуміз сені алып кетеміз, өзімізбен бірге тұрады деп шештік. Әрине, бәрі де сенің келісіміңмен болады. Ойлан, сенің немереңді жетілдіріп, адам қатарына қосуымыз керек. Ол үшін саған көмек керек, сол көмекті біздер көрсетпекпіз. Бастысы, сенің денсаулығыңды дұрыстап алуымыз керек, деп сөйлеп тұрғанда Шұпар жылап тұр еді. Мынандай жағдайды бірінші рет көріп тұрғасын, адам баласы осыншалықты қор болады екен-ау. Құдай-ау, осы бір бейшараларға тамшыдай көмектесе алсам, ей Алла, күш-қуат бере көр деп сыйынып тұр еді. Осы кезде сарайшыққа қожайын кіріп келді. Бұлар келген сәттегі қожайын түбегейлі өзгерген. Біздің Зоя жанның туыстары іздеп келген бе? Өте жақсы. Зоя менің туған әпкемдей болып кеткен жан. Жуырда мына сарайды дұрыстап, жөндетіп, басыбайлы берем бе деп жүредім. Пропискаға қоярға құжаттар толық емес. Бір жағынан қу тірлік мойын бұрғызар емес. Әйтеуір, сіз біз деп, ілде байлап, жарты нанды бөліп жеп жүрміз, деп зыпылдап жатыр еді Шұпар. Көріп тұрмыз, аса бауырмал екенсіз. Бізге бар құжатын беріңіз, басқа түкте керек емес, деп қабағын шыта қарады. Қожайын, Зояға бір қасындағы Әділетке бір қарап, пұшайман күйге түсіп тұр еді. Әділет өтірік жымиып қабағын қағуы мұң екен. Құжат бар ғой, міне бәрі дайын. Әттең-ай әпкем деп бауыр басып қалып ем. Қап деп, целлофан қағазға оралған қағаздармен бір топ ақшаны ұсынды. Ақша жолыңа, Зоя әпке, оны мұны аларсың. Мен туралы жаман айтып, жаман көрмесеңіз болды деп, тызақтап жерге кірердей болып тұр. Зоя бір нәрсені түсінді. Мұндай мүмкіндік екінші рет келмейді. Мына өмірден құтылса, қалған Құдайдың салғанын көрер. Бұрынғыдан жаман болмас. Қайткенде де мына қожайыннан құтылу керек. Мына кісілерден қалып қойса, бұл мұны өлтіреді. Қожайынның аярлығы мен залымдығын талай көрген бұл нағыз аждақа деп Шұпардың қолынан қорқа соқтай ұстады. Қожайын сыпылдап жүріп, дарбазаға дейін шығарып салды. Әрине, қожайынды аяқ асты өзгерткен Әділеттің 3 әріп жазылған корчкасы екен досанда, Ержанда іштей түсініп келеді. Ержанның үйіне жеткен жерден Әділет, ал Ереке, сау болыңыз, істеріңізге сәттілік. Бір нәрсе қажет болса, телефондамын. Күндемей, түндемей хабарласыңыз деп көлігіне отырып кетті. Ержан үйіне келгеннен кейін әйелі Зояны жуындыруға алып кетті. Ержанның бала келіні бұларды хан тұтып қызмет көрсетуде. Жайыққа еркін жүзіп, жайылып алған Абылқайыр өз алдына мәз. Зояның немересін Ержанның бір баласы шашын алдырып, моншаға түсіріп әкелді. Үйдегі балалардың жаңа киімі болса, осы балаға кигізіп көріп әлек. Кең дастарханға қойылған ас мәзірді көрерге көз керек. Жаңағы қожайын берген ақша 100 мыңдай екен. Назымгүл 1-2 жерге телефон соғып қарайған киім алдырды. Бұлар дастарханға жайғасқанда аяғы сенімсіздеу басып, бір жағын Жұпар сүйіп, Зоя кірді. Мыжырайған қиқым-сиқым болып бітіп кеткен кемпір емес, салиқалы әйел кірді. Бір айыбы әбден арықтаған көздері шүңірейіп, жүзінде өте бір азап шеккен адамның кейпі бар. Содан бұлар кештетіп ауылға келді. Ауылда қалған балалары жазғы үйді тазалап қойған екен. Досанның жазғы үйі дегені өзінің ауласының бір шетінде орналасқан 4 бөлмелі орташа үй еді.
Өздерінің үлкен үйлері біткенше 5-6 жыл осында қысы-жазы тұрған болатын. Жылда жөндеу жұмыстарын жасап тазалап қоятын. Бұлар Зояны бастап сол үйге кіргізіп, енді осы үй өздеріңдікі екен. Зояның немересі Бергей ер жетіп, өз алдына үлкен коттедж салғанша тұра берсеңдер деп тапсырды. Бұлар жайғасып болған шақта жұпар: ал құрметті көршілер, ең бірінші ерулік менен. Жүріңіздер, ас су дайындап, күліп келіп Зояның қолынан ұстап: Зоя әпке, енді сіз менің өкіл әпкемсіз. Енді тағдырымыз байлаулы. Аш болсақ та, тоқ болсақ та бірге көреміз. Бір мал құдайы садақаны ертең кешке таратам. Онсыз да құлақтанып жатқан ағайын тума, құдай жекжат түсіндіреміз. Енді сіз біздің үйдің бір адамсыз деп үлкен үйіне қарай жетектеді. Ертесіне құдайы садақа таратылып, Зоя жұпардың өкіл әпкесі деп таныстырылды. Құдайы садақаның шайы үстінде жұпар Досанның рұқсатын алып, бір ауыз сөз сөйлейінші деп жақын қайнағаларының біріне қарады. Қайнағасы: келін қарағым, мына сауапты ісіңе риза болып отырсақ та, ауыл ішіне өсек аяңы да жарып барады. Жұпар Досанға баяғы махаббатын әкеліп қосыпты десе, біреулер жұпар қызметші әкеліп жатыр екен деп шуласып жүр. Кім не десе о десін, шаруамыз жоқ. Бірақ осы отырған ағайынға түсіндіріп айтасың ба? Мына отырған құдай жекжаттар бар, бәрімізге осы жағдай қызық болып тұр деп рұқсат берді. Сөз бастамасын бұрын бір сұрағым бар. Осында отырған баршаңызға Досан қандай азамат деп сұрау мұң екен. Ағайын бар, құда жекжат бар, бәрі дуылдаса жөнелді. О, Досекең адамның төресі. Досан десе дегендей жан ғой. Досандай құдан болғанына мыңда бір шүкір. Азамат қой десіп жатты. Олай болса, Досанның қатыны неге жаман болу керек? Иә, Зоя Досанның бұрынғы танысы, ұнатқан адамы. Бұл кісілерді құдай қоспаған. Екеуі екі жақта өмір сүрген. Қазір міне, Зояның басында үлкен қиыншылық түскен естіп отырып, оның ешкімі жоқ, қорғансыз екенін біле отырып, көмек қолымды созбасам, менің қай жерім Досанның әйелі. Өткенімен өштесіп, обалы жоқ деп мен отырсам, қай жерім адамдық менің. Тіпті Зоя емес басқадан болғанда да қол үшін созу қазаққа тән қасиет емес пе? Иә, Зоя әпкемнің денсаулығы жоқ, оған күтім керек. Сол үшін де немересін жетілдіруге көмектессек, бір жеріміз қисайып қалмайды. Мен ойлаймын, жасайтыннан әке-шешеден қалып, қырғыннан періштесі қаққан баланың болашағы мықты болу керек. Бір қазақтың ошағын өшірмей, әрі қарай өмір сүруіне жағдай жасасақ, жоғардан қарап тұрған бір құдірет есепке алатын шығар. Мен ең бірінші отағасымның абыройын ойладым. Оған тағы бір баланың қанатын қатайтып, өмірге қосуына мүмкіндік бердім. Кім не ойласа да, Зоя Досанның тоқалы емес. Зоя менің өкіл әпкем. Мені сыйлаған жұрт Зоя әпкемді да сыйласын. Өздеріңіз білесіздер, біздің қазақ қаңғып келген талай ұлттың баласын аман алып қалып, адам қатарына қосты. Одан қазақ жаман болған жоқ. Олай болатын болса, біз неге қандасымызға қол созбаймыз? Көп сөйлеп кетсем кешіресіздер. Мен болдым деп ұялыңқырап төмен қарады. Сәл-пәл тыныштықты Досанның жаңағы жақын ағасы бұзды. Келін, шырағым, көтер басыңды. Сен ұялатын ештеңе жасаған жоқсың. Сен мақтанатын іс жасадың. Сенімен біз мақтанатын іс жасадың. Алла разы болсын. Алла тағала ниетіңе берсін. Мына мың құбылып тұрған заманда бір қазақтың жесірін жұбатып, бір жетімін бауырыңа басуың бұл үлкен іс. Домалақ ана, бопай ана дегендерді де ертегі деп есептейтіндер сені келіп көріп кетсін. Ер азаматын бәрінен биік қойып,
соған арнап сауап істеген қазақ әйелінің бәрі сол аңыз аналардан өсиет алып өскен ана. Досан інім, Құдай тағала теңіңді тауып қосқан екен. Еркек бас болғанда әйел мойын, бастың не ойлаған сезген мойын соған қарай бұрылса, ол Құдайдың бұйрығы. Досан, мына өкіл құдаша Зояның немересі Берегейді өз баламдай өсіріп, қатарға қосып, үлкен азамат қылам деп уәде бере аласың ба? Уәде бере аласың ба? Уәде бере аласың ба? Деп 3 рет сұрады. Досан екі тізерлей отырып, уәде берем, деп 3 қайталады. Бір-біріне қарап қалғанда жұпар Досанның көзінен лаулаған от көрді. Тұңғышы Абылқайыр келгенде дәл осындай отты жанармен роддомға келген еді. Жұпардың азаматына екінші дем өміріне тағы бір мақсат қойғанына көзі жетті. Міне ағайын, шашы ұзын, ақылы қысқа десек те, көргенімен берері көп. Қазақ әйелдері арамызда жүр. Әрбір мықты еркектің артында нәзік жанды әйел тұр. Әңгіменің соңы. Әңгімедегі адам аттары өзгертілген. Сәйкес келіп жатса кездейсоқтық деп есептелсін. Автор Кенжебаев.